Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен блины жасайтын боламыз. Осы рецептпен бір жасағаннан шығады, жыртылмайды, өте дәмді болып шығады. Ол үшін бізге керегі 3 жұмыртқа, жарты литр сүт, 3-4 қасық қант, 200 грамм ұн, 3-4 қасық сұйық май, 1 шай қасық тұз керек. Енді жұмыртқаға тұз, қантты салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне кішкене сүт құйып араластырамыз. Және ұнымызды шетінен салып отырып араластырып отырамыз. Енді үстіне қалған сүтті құйып араластырамыз. Және майымызды құйып араластырамыз. Осындай біркелкі масса шығуы керек. Енді қызып тұрған табамызға құймақтарымызды шетінен құйып отырып пісіріп аламыз. Құймақтар өте дәмді болып шығады, еш жыртылмайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне достар, біздің құймақтарымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Видеоны қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Айжан ханым.